Бізге керектілер 3 жұмыртқа, 100 грамм су, 1 шай қасық қамыр қопсытқыш, 2 шай қасық какао, 100 грамм сары май, 2 ас қасық қант ұнтағы және 500 грамм ұн керек. Ал сироп дайындау үшін 150 грамм қант пен 70 грамм су керек. Дайын болған жаңғақтардың үстінен шоколад ерітіп немесе қоюландырған сүт құюға болады. Ал енді балақай бастайық. 3 жұмыртқаны жарып, ыдысқа саламыз. Оның үстінен 1 шай қасық қамыр қопсытқыш саламыз. 100 грамм су және сары майды ерітіп саламыз. Енді ұнды електен өткіземіз. Қант ұнтағы осының ішінде. Дайын болған қамырды бөлек қойып қоямыз 10 минутқа. Енді дайын қамырды 3 бөлікке бөлеміз. 2 бөлігін алып, ал 3-ші бөлігіне 2 қасық какаоны салып, шоколадты қамыр жасаймыз. Ол дайын болған қамырды да целлофанға салып, бөлек қойып қоямыз. Ал енді 1-ші бөлік қамырымызды алып, оқтаумен жақсылап жаямыз. Өте жұқа болу керек. Ал енді 2-ші қамырымызды да оқтаумен жайып шығамыз. Өте жұқа қылып, жақсылап жаямыз. 3-ші де дәл солай. Оның үстіне шоколадты қамырымызды жайып, жан-жағына жеткіземіз. Бірдей болу керек. 3-шіні оның үстіне қойып, оны да бірдей етіп жайып шығамыз. Ал енді 2 сантиметр болатындай тігінен қамырды кесіп шығамыз. Және көлденеңде дәл солай 2 сантиметр кесіп шаршы жасаймыз. Ал енді мұқият қара. 1 шаршыны алып, қарама-қарсы 2 бұрышын қосамыз. Және қалған 2 бұрышты да қосып, осындай бір жаңғақ жасаймыз. Енді барлық қамырды анаңа көмектесіп, сен өзің дайындап шық. Сонда барлығы дәл осылай дайын болады. Ал енді бұны өте баяу отқа анаң өзі қуырып беру керек. Сиропын дайындау үшін 150 грамм қант пен 70 грамм суды 5 минут қайнатамыз. Дайын болған сиропқа осылай жаңғақты салып, араластырып, ыдыстың үстіне барлық жаңғақты араластырып салып шығамыз. Дайын болған жаңғақтың үстінен шоколадты ерітіп құюға болады, немесе қоюландырған сүт құюға болады.